Мінекей осындай керемет тәтті пирог болып шықты. Сәлем достар, бүгін біз Орео пирогының рецептісімен сіздермен бөлісетін боламын. Керекті заттарымыз: ұнымыз, какао, май, разрыхлитель, жұмыртқа, секер. Бірінші біз мына ыдысымызға құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнымызды салып, оның үстіне какаомызды салып, және де разрыхлителімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей осындай болып шығады. Одан кейін ары қарай секерімізді салып, оны да жақсылап араластырып, және әрмен қарай бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып араластырамыз. Мінекей жақсылап араластырып, соңында жұмыртқамызбен біріктіретін боламыз. Достар, мінекей осындай болып шықты. Енді соң жұмыртқамызды жарып, тестімізді біріктіреміз. Мінекей достар, тестіміз осылай болып шықты. Песочный. Егер қолыңызға жабысқан жағдайда ұн қосып, әрмен қарай осылай біріктіресіздер. Керемет жұмсақ болып шықты. Осыны енді холодильнигімізге бір 15 минутқа қойып қоямыз. Достар, әрмен қарай біз салмасына кірісеміз. Оған керекті заттар: қаймақ, жұмыртқа, Орео печеньесі, крахмал және секер. Мінекей ыдысымызға бірінші қаймағымызды салып, одан әрмен қарай секерімізді саламыз. Жұмыртқамызды салып, бұлардың барлығы описаниеде жазылып тұр, қанша граммнан салатыны. 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан әрмен қарай кукурузный крахмал 1 ас қасық. Және де Орео печеньесін осылай отып салатын боламыз. Мінекей достар, осыны жақсылап араластырып, табамызға құятын боламыз. Мінекей тестімізді жақсылап жайып аламыз. Мінекей достар, біздер дайындап алдық. Осыған енді жаңағы сұйықтығымызды, салмамызды құямыз. Мінекей достар, дайын болды. Осында 180 градуста қызып тұрған пешке салып 45 минут пісіріп аламыз. Осылай Ореоның қалған осылай ортасына әсемдеп шығуымызға болады. Міне достар, пирогымыз керемет болып пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ. Мінекей осындай керемет тәтті пирог болып шықты.